Әдебиеттік оқу пәні, тақырыбы менің сәби кезім. Оқушылар, Бауыржан Момышұлы туралы бейнежазбаға назар аударайық. Маған мына кітап қатты ұнады. Бауыржан атамыз нағыз батыр, өте әділ, әрі адал адам болған екен. Батыр Бауыржан атамызды айтасыз ба? Иә, бұл Әзілхан Нұршайықовтың Бауыржан Момышұлы туралы жазған «Ақиқат пен аңыз» атты романы. Атамыздың әрбір әрекеті сондай әсерлі баяндалады. Мұнда батырдың бала кезінен бастап барлық өмірі жазылған ба? Бәрі деуге болмайды. Егер сені батырдың балалық шағы қызықтырса, Бауыржан Момышұлының өзі жазған «Ұшқан ұя» деген кітапты тауып оқы, немесе iKitap сайтындағы аудио кітапты тыңдасаң болады. Өзі жазған? Бауыржан атамыз жазушыда болған ба? Иә. Ұлы Отан соғысы кезінде 316 атқыштар дивизиясының құрамында 207 рет ұрысқа қатысып, 5 рет жау қолында қалып, 2 рет ауыр жарақат алған. Бір ұрыста Бауыржан Момышұлының омыртқасына оқ тиген. Батыр атамыз ешқандай дәрі-дәрмексіз ашық далада сол оқты алдыртып, шайқасқа қайта кіріскен. Қандай шыдамды? Ал соғыстан кейін не істеген? Соғыстан кейін жоғары әскери академияны бітіріп, сонда дәріс берген. Әскери қызмет аяқталып, демалысқа шыққан соң, басынан өткендерін жазуға отырған. 2010 жылы батыр жазушы шығармаларының 30 томдық жинағы басылып шықты. Бауыржан атамыз қазақ әдебиетінде әскери мемуарлық роман жазған бірінші жазушы ретінде белгілі. Өте көп жазған екен. Аға, әскери мемуарлық роман деген не? Естелік түрінде жазылған өмірбаяндық әдеби шығарма мемуар деп аталады. Әскери тақырыптағы мемуарлық романды, яғни соғыста басынан кешкендерін бірінші болып Бауыржан атамыз жазған. Оның Москва үшін шайқас, генерал Панфилов, бір түннің тарихы, соғыс психологиясы, қанмен жазылған кітап сияқты еңбектерінің бәрі де әскери мемуарлық шығармалар. Аға, Бауыржан батырдың қай жерде туғанын білесіз бе? Ол 1910 жылы Жамбыл облысы Жуалы ауданы Көлбастау ауылында туған. Бауыржанды әжесі мен әкесі тәрбиелеген. Ал анасы ше? Анасы Рәзия Бауыржанның 3 жасында қайтыс болған. Бауыржанның бойындағы қайсар, атал мінезі әжесінен дарыған дейді. Әкесі Момыш өз бетімен орысша оқып үйренген. Өлең шығарып, жиын тойда айтысқа да түсіп жүретін адам болған. Ел арасында ағаш ұстасы, етікші және зергер ретінде танымал болған. Әкесі Бауыржанның жан-жақты болып өсуіне аса мән берген. Бауыржан дүниеден өткенше әкесінің айтқандарын есте сақтаған екен. Бауыржан Момышұлы 1982 жылы Алматыда қайтыс болды. Ақылды, адал, әділ және қатал болған дедіңіз. Неге қатал болды екен? Шындығында, адам өз бойындағы адалдықты, әділдікті сақтау үшін қатал болуға тура келетін сияқты. Бірақ ол кісі қатыгез болмаған. Адал адамдарды, әсіресе кішкентай балаларды жақсы көрген. Ол кісі қайда және қалай оқыды екен? Ол өте жақсы оқыған.
1921 жылы мектеп-интернатқа барып, 1928 жылы оны үздік бітіріп шыққан. Бауыржанмен бір сыныпта әйгілі ақын Әбділда Тәжібаев та оқыған. Бауыржан Момышұлы соғысқа дейін мұғалім, кейін экономист болып жұмыс істеген. Ленинград, қазіргі Санкт-Петербург қаласындағы Қаржы академиясында үздік бітірген. Бауыржан ата туралы басқа да кітаптар бар ма? Иә, ол туралы Александр Бектің Волоколамск тас жолы, Жәмила Игембердиеваның Өмірінің өзі дастан, баласы Бақытжан Момышұлының әкесіне арнап жазған бірнеше кітабы, келіні Зейнеп Ахметованың Шуақты күндер, майдандас досы Дмитрий Снегиннің Шабуылда, Біздің Бауыржан және басқа да көптеген кітаптар бар. Мен қай кітаптан бастап оқысам екен? Батырдың өзі жазған Ұшқан ұя деген кітаптан баста. Адал, әділ, шыншыл, еңбекқор, намысшыл, қайсар, әрі өз халқының абыройын бәрінен де жоғары қоятын Бауыржанның осы қасиеттері қайдан бастау алатынын түсінесің. Қайталайық. Бауыржан Момышұлы. Кеңес одағының батыры Бауыржан Момышұлы 1910 жылы Жамбыл облысы Жуалы ауданы Көлбастау ауылында дүниеге келіп, 1982 жылы Алматыда қайтыс болған. Бауыржан Момышұлы соғысқа дейін мұғалім, кейін экономист болып жұмыс істеген. Ленинград, қазіргі Санкт-Петербург қаласындағы Қаржы академиясында үздік бітірген. Естелік түрінде жазылған өмірбаяндық әдеби шығарма мемуар деп аталады. Әскери тақырыптағы мемуарлық романды, яғни соғыста басынан кешкендерін бірінші болып Бауыржан атамыз жазған. Оның Москва үшін шайқас, генерал Панфилов, бір түннің тарихы, соғыс психологиясы, қанмен жазылған кітап сияқты еңбектерінің бәрі де әскери мемуарлық шығармалар. 2010 жылы Бауыржан атамыздың шығармаларының 30 томдық жинағы жарық көрді. Ол туралы Александр Бектің Волоколамск тас жолы, Жәмила Игембердиеваның Өмірінің өзі дастан, баласы Бақытжан Момышұлының әкесіне арнап жазған бірнеше кітабы, келіні Зейнеп Ахметованың Шуақты күндер, майдандас досы Дмитрий Снегиннің Шабуылда, Біздің Бауыржан және басқа да көптеген кітаптар бар. Кітаппен жұмыс, мәтінді түсініп оқы. 19-20 беттер. Дәптермен жұмыс, сұрақтарға жауапты жаз.